Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Кезекті соңғы цифрын анықтауға байланысты мысалды қарастырайық. 4-тің 2024 дәрежесі. Бұл жерде есептің шартын мұқият түсініп алыңыздар. Бұл 4-тің 2024 дәрежесін есептеуге емес, тек қана қандай да бір сан мәні шығатын болса, соның соңғы цифры қаншаға тең деп тұр. Есептің шарты түсінікті болды деп ойлаймын. Ал қарастырып бастайық. Бұл жерде біз 4-тің дәрежелерін зерттеп бастауымыз керек екен. 4-тің ең алғашқы дәрежесі 4-тің өзіне тең, яғни 4-тің бір дәрежесі ол 4-ке тең. Келесі 4-тің квадраты, 4-ті 4-ке көбейтеміз деген сөз 16-ға тең. Ары қарай 4-тің кубы, демек 16-ны тағы да 4-ке көбейтіп жіберетін болсақ 64-ке тең. Келесі 4-тің 4-ші дәрежесі 64-ті 4-ке көбейтуіміз керек, демек оның сан мәні 256-ға тең. Тек осы 4 дәрежесін қарастыруымен ақ біз байқадық, қараңыздар. Егер дәрежесі тақ санмен тұрған болса, онда соңғы цифры 4 болады екен. Бірінші, үшінші дәрежелерінде соңғы цифры 4. Мына жерге жазып қояйын, сіздердің естеріңізде болу үшін. Дәрежесінде тақ сан тұратын болса, демек соңғы цифры 4 болады екен. Енді мына жерде қараңыздар, екінші, төртінші, демек дәрежесі жұп болатын болса, соңғы цифрын қараңыздар, 6, тағы да 6. Олай болса, біздің берілген дәреже көрсеткішін қараңыздар, 2024 жұп сан екенін білеміз. Демек, ойланбастан соңғы цифры 6-ға тең деп бірден жауабын жазамыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар.